Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен сиырдың сүтінен дайындалатын, дәмі өте керемет, майлы, тәтті болып шығатын ірімшік жасаудың рецептісімен бөлісемін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазанға 5 литр сүзілген сүтімізді құйып дайындап аламыз. Қазанымыз барынша қалың болғаны дұрыс. Жабысып қалмауға жақсы болады. Қазанға сүтімізді құйып болғаннан кейін жай отта жылытып аламыз. Қатты ысытып жіберуге болмайды. Жарты кесе жылы суымызға аштығымызды қосып 2 минутта тұндырып аламыз. Енді жылып тұрған сүтімізге дайындап қойған аштығымызды құйып, сүтімізді үйітіп аламыз. Сүтіміз жарты сағатта керемет болып үйді. Енді арасын пышақпен тіліп, жай отта суы сарқылғанша қайнатамыз. 1 сағаттай қайнағаннан кейін ішіне 2 кесе қант саламын. Ірімшік ұзақ уақыт қайнайды, сондықтан да жай отта асықпай қайнатқандарыңыз дұрыс. Біздің ірімшіктеріміз дайын болды. Енді барлығын сарсуынан бөліп сүзіп аламыз. Бұндай тәттіні жасау сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Дәмін айтып жеткізу мүмкін емес, керемет болып шығады. Табиғи өнімге ештеңе жетпейді, сондықтан да отбасыларыңызды осындай тәтті тағамдармен қуантып жүріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.